Қайырлы кеш достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жұмсақ әрі дәмді болып пісетін панкейки пісіратын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге бір жұмыртқа, бір шай қасық сұйық май, бір ас қасық қант, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Бір стакан сүт, сосын бір стакан ұн керек болады. Барлығы үйде бар, қол жетімді заттардан дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы массамызға қопсытқыш және ванилин қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, іртіксіз 1 келгі масса жасаймыз. Жақсылап араластырып аламыз. Массамыз дайын болды. Табамызды қыздырып, қатты емес, жай отта пісіріп аламыз бір-бірлеп. Беті бүршіктеніп тесіле бастаған кезде келесі бетін ауыстырып отырамыз. Каналым ұнаса тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Осылай екі бетін кезек аударып, сарғайғанша пісіріп аламыз. Өте жылдам дайын болады. Таңғы асқа жасасаңыздар да, 5-ші айына да жасасаңыздар болады. Балалар өте ұнатып жейтін болады. Панкейкиларымыз дайын болды.